Таңғы шықтан соң жер бетінің тіршілігін тамашалауға шыққан тышқан, дән теріп жүріп кенеттен басына тиген бір тамшы суды байқайды. Әр нәрсені сергекпен қабылдайтын тышқан, бұл қайдан келген тамшы деп жоғары қарады. Сол кезде жоғарыға қарап жоғарыда көшіп бара жатқан бұлттардың себелеген жаңбыр екенін түсінеді. Бұлтқа қарап далаға дән іздеп шыққан мені жаңбырыңмен қорқытып ініме тықпақпысың деп әзіл аралас сұрақ қоя бастайды. Сол кезде бұлт тышқанның сұрағын мүлт жібермей жауап қатады. Менен төмен жерде жүрген кішкентай ғана тышқан, мен сенен биіктемін және сенен үлкенмін, менен қорықпаймысың деп бұлт хе деп мысқылдап тышқанға күледі. Сол кезде тышқан көп кідірмей бұлтқа былай деп жауап қатады. Менен биіктегі, менен алып қара. Бұлт, мен сенен төмендемін және әлде қайда кішкентаймын, сөйте тұра сенен де биік және сенен де алып үлкен күн бар екенін жақсы білемін. Күн қызуына шыдамай бу болып суға айналып сен де жерге түсетініңді ұмытпа деп жауап қатады. Кенеттен сіркіреп бара жатқан бұлт ашуға булығып жаңбырды төге бастайды. Көп ұзамай бұлт көзден ғайып болады. Сол кезде тышқан артынан ұзақ бақылап дауыстап жауап қатады. Тәкаппарланып биіктен төменде тұрған мына маған үн қатқан едің, енді әп-сәтте суға айналып жерге сіңіп кеткенін қалай деді де дәнін жинап үніне қарай бет алды. Бұл жерде ойға түйетін жай тәкаппарлыққа бой алдырмау. Атағың асқақтап тұрса да аяғыңның жерде екенін білген абзал.